Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте оңай дайындалатын спагеттимен жасалынатын лагманның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте оңай әрі дәмді шығады. Бұл рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бұл тағамды көбісіңіз жасауды білесіздер деп ойлаймын. Егер білмесеңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: спагетти, сұйық май, ет, тәтті бұрыш, сәбіз, картоп, пияз, томат пастасы, тұз, бұрыш және лавр жапырағы қажет. Ең алдымен етіміз бен барлық көкөністерімізді видеодағыдай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Етіміз бен көкөністерімізді турап болғаннан кейін қазанымызға сұйық май құйып, етіміз бен пиязымызды қурап бастаймыз. Етіміз бен пиязымызға тұзын қосып, шамамен 5 минуттай қуыратын боламыз. Одан кейін шамамен 4-5 қасық томат пастасын қосып, бір кішкентай қасық қантымызды қосып, 10 минуттай орташа отта қуырамыз. 10 минуттай қуырғаннан кейін үстіне суын қосып, үстіне сәбізімізді салып, 40-50 минуттай пісіретін боламыз. Қырық 50 минут шамамен өткеннен кейін тәтті бұрышымызды қосып, 10 минуттай пісіреміз. 10 минут өткеннен кейін үстіне суды еселеп, үстіне картошкамызды саламыз. Картопты салғаннан кейін лавр жапырағын қосып, бұрыш қосып, тұзы жетпесе тұзын салып, картошкамыз піскенше пісіретін боламыз. Барлығы дайын болғанша суымызды қайнатып, спагеттимізді пісіретін боламыз. Ол үшін қайнап тұрған суға тұзымызды, спагеттимізді салып, спагеттиміз дайын болғанша пісіреміз. Дайын болған спагеттінің үстіне кішкене сұйық май қосып араластырып алуға болады. Барлығы пісіп дайын болғаннан кейін шұңғыл ыдысымызға спагеттимізді салып, үстінен дайын болған соусымызды құйып, дастарханымызға ұсынатын боламыз. Бұл рецепті барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Білмесеңіздер, даярлап көруді ұсынамын. Өте дәмді, керемет болып шығады және де өте тез дайындалатын тағамдардың бірі болып табылады. Және де өте оңай рецепт. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.